Сәлем, бүгін өтетін тақырыбымыз менің бір күнім. Мына сөздерді есіңде сақта. Таңертең, түсте, кешке, түнде. Сағат неше болды? Таңғы сағат 8 болды. Түскі сағат 12 болды. Кешкі сағат 5 болды. Түнгі сағат 11 болды. Сағат 8-ге 15 минут қалды. Таңертең ұйқыдан ояну. Сағат 8-ден 15 минут кетті. Таңғы ас ішу. Сағат 8:30. Сабаққа бару. Сағат 1-ден 15 минут кетті. Түскі ас ішу. Сағат 7:30. Кешкі ас ішу. Ендігі тапсырма. Сағат неше болды? Сағат 10-ға 20 минут қалды. Сағат неше болды? Сағат 5-тен 10 минут кетті. Сағат неше болды? Сағат 3:30. Сағат неше болды? Сағат 11-ден 15 кетті. Келесі тапсырма. Сәйкестендір. Жарайсың, өзіңді тексер. Сағат 4 болды. Екінші суретте сағат 8:30 болды. Үшінші суретте сағат 11-ге 15 минут қалды. Төртінші суретте сағат 7-ден 15 минут кетті. Мына нәрсені есіңде сақта. Ешқашан, кейде, жиі, әдетте, әрқашан. Мысалы, Мақсат әрқашан университетке барады. Жанар жиі кітап оқиды. Мен кейде кітапханаға барамын. Ендігі тапсырма. Сәйкестендір. Өзіңді тексер. Әдетте, әрқашан, ешқашан, жиі, кейде. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол.